Хаптеде неге 7 күн бар? Неге 5 ямаса 10 емес? Бұның себебін еш ойлап көргенсіз бе? Бұл дәстүр 1000 жыллық тарихқа ие, һәм астрономияға, діндерге, сондай-ақ айемгі цивилизацияларға барып тақалады. Айемгі бобилда аспан денелерін бақлаған. Құяш, Ай, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер һәм Сатурн. Олар һәр бірін бір күнменен байланыстырған. Нәтижеде хаптеде 7 күн пайда болған. Кейінірек бұл система еврейлер, христианлар һәм мұсылманлар тарапынан де қабылданған. Хәтте Библияда да Құдай дүнияны 6 күнде жаратқан, 7-ші күн дем алған делінеді. Рим империясында болса алдын 8 күндік хапте болған, бірақ эрамызға шекемгі 1-ші әсірде олар да 7 күндік хаптені қабылдайды. Себебі жұлдызларға, діни дәстүрлерге, халық арасында кең тарқалған әдетлерге текарланған, және бұл система ақыр-ақыбет дүнияға тарқалды. Хәтте заманауи календарда да 7 күндік хапте белгіленді. Қызық факт, 1793 жылғы Франция революциясынан кейін олар хаптені 10 күндік етуге харекет еткен. Бірақ адамлар бұндай өзгеріске көнеге алмай, тез арада ескі системаға қайтқан.